Міне біз стерженімізді істеп болдық. Енді оны тек жабыстырамыз күрішкемізге. Міне бұл бірінші күрішке. Енді екінші күрішкенде дәл солай жасайтын боламыз. Ыстық жерінді жағамыз. Оны дұрыстап жабыстырамыз. Міне жабыстырамыз. Ыстық жерінде дұрыстап бекітіп, одан кейін қарасақ, міне бізде екі күрішке дайын болды. Міне бізде осындай екі күрішкесіне бір шайнек бұл жасап шығардым. Енді біз оларды әсемдеуіміз үшін бағана дайындап қойған екі қызыл қағаздар керек. Ол үшін біз осы қиып қойған қағаздарымызды енді орташа бөліктерде бір-бірлеп қиып шығамыз. Ендеше мен күлемді бастаймын. Мен жасап жатқан шәугімме арнап осындай 3 жолақ тағы да кесіп алдым. Мен жабыстыруды бастап кеттім. Ыстық жерінен жолақтарымызды жабыстырамыз. Мен өзіме жолақтарымды жабыстырдым шәйнекке. Енді күрішкелерге жабыстырамын. Сосын оларға моншақ жағып оларды әзірлеймін. Бұлардың үстіне одан кейін моншақты жабыстыратын боламыз. Мен өзімнің жасаған ыдыстарымды осылайша безендірдім. Мен екі күрішкенде жолақтармен безендіріп қойдым. Енді моншақтарды оларға жабыстыратын боламыз. Мен ең алдымен шәйнегіме осындай алтын түсті моншақты жабыстыратын боламын. Оны мен жабыстырамыз. Міне жабыстырып қойдым. Енді шәйнегім төлеп. Мен енді моншақтарды жабыстыратын боламын. Моншақтарымен әсемдейміз. Әсемдеген кезде әдемі болып шығады. Моншақтарды шәйнегім